Биылғы оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тестілеудің өткізілуі онлайн форматта компьютер сыныптарында болмақ. Ұлттық бірыңғай тестілеу Шамалған ауылындағы Әлжан Бұхарбайқызы атындағы мектепте компьютер сыныптары жабдықталған. Оқушы алдымен міне мынандай дезинфекциялау құрылғысынан өтіп, қолын санитайзермен жуып, одан кейін дәл мынандай құрылғы арқылы өзінің температурасын өлшейтін болады. Сонымен қатар УБТ ережесіне сәйкес тыйым салынған құрылғыларын дәл мынандай ұяшықтарда тастап, міне мына телефон құрылғыларының оқушының қалтасында немесе өзге жерлерінде салынған болатын болса, соны анықтайтын құрылғыдан өтіп, дәл мынандай Face ID биометрия аппаратына көз қарашығы арқылы оқушының дәл сол өзі екенін анықтайтын аппараттың алдына тұрады. Дәл мына биометрик аппаратынан өткеннен кейін оқушы компьютер сыныбына жол тартатын болады. 2021 жылдың наурыз айынан бастап қазақстандық мектеп бітірушілер мамандандырылған орталықта компьютер арқылы ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Біздің ауданда жабдықталған жаңа тестілеу базасы өз жұмысын бастап, лентасы қиылды. Мұнда тек Қарасайдан емес, Жамбыл ауданынан да барлығы 3111 түлек білімдерін сынайды. Осы жылдағы тағы бір ерекшелік УБТ тапсыру 3 айға созылады. Осындай 4 компьютерлік кабинеті бар. Осы алаңды бізге ұлттық тестілеу орталығына тегін беріп отыр. Сол алаңда біз биыл Қарасай ауданында алғашқы электронды форматтағы ұлттық бірыңғай тестілеуін өткіземіз. Ерекшелігі неде? Электронды форматтың біріншіден қағаз деген нәрсе мүлдем жоқ. Жауап парағын толтыру деген мәселе болмайды. Кітаптағы жаңағы қандай да бір ақаулар бұл жерде қарастырылмаған. Бала компьютердің алдында отырады, бір бала, бір компьютер, бір бейне камера деген принциппен өтеді. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей, баланың отыратын орны мынандай нәрсемен қоршалған. Өзінің жеке компьютері болады, жеке бақылайтын видеокамерасы болады. Тестілеуге бала биыл 3 рет қатыса алады. Аймақтық тестілеу орталығы Юстади деген 20 аудан болса, Алматы облысында, оның 4-еуінде ашып жатырмыз. Ол жаңа осы Қарасай ауданында, Еңбекшіқазақ ауданында, Жаркент и Ақсу ауданында. Бұл жерде 120 компьютер орналастырылған камерасымен 120 күніне сонда 240 адам қабылдай алады. Мұғалімдердің, оқушылардың жағдайын жасауында осындай орталықтарымызды ашып жатырмыз.